Арада 2 жыл өтті. Алматы сол баяғы әсем күйінде. Бірақ Асыл үшін бұл жылдар сағыныш пен шыдамның сынағы болды. Аянмен байланыс үзілген жоқ, бірақ хаттар сирек келетін. Оның Лондонда өнері өрге домалап жатты. Әлем сахналарында ойнап жүргені жайлы жаңалықтар шықты. Асыл ол туралы оқыған сайын қуанып, бірақ сонымен қатар жүрегі сыздап, оның жоқтығына үйрене алмады. Бір күні қаланың орталық концерт залында үлкен жарнама ілінді. Пианино шебері Аян Біржановтың Алматыдағы жеке концерті. Тек бір кеш, тек бір әуен. Асыл афишаны көрген сәтте жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл күн келді, ол оралды. Концертке билет табу қиын болды. Бірақ Асылға бір белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бүгін кешкі 7-де арнайы орын сен үшін бөлінген. Хабарламаның соңында тек бір әріп тұрды: А. Концерт залы лық толы, шамдар сөнді, сахнада тек бір рояль. Аян шықты. 2 жыл ішінде ол бұрынғыдан да салмақты, байсалды көрінді. Бірақ көзі өзгермеген, сол баяғы терең әрі таныс қарашық. Ол үнсіз отырып пернелерге қолын қойды. Алғашқы ноталар естілгенде залда тыныштық орнады. Бұл музыка Асылға арналған. Тек Асыл ғана оның әр әуенін түсінді. Ол олардың танысуы, күзі, әңгімелері, шеберханадағы сәттер, қоштасу, хаттар, бәрі осы әуеннің ішіне сыйып кеткендей болды. Музыка аяқталғанда залда бір сәт тыныштық орнады. Сосын шапалақ, қатты, ұзақ. Аян басын иіп микрофонды алды. Бұл әуен менің ең қымбат адамым үшін жазылған. Ол бүгін осы залда отыр. Егер менің дауысымды естісең, мені кешір. Мен оралдым. Енді кетпеймін. Асыл, мен сені іздедім, сағындым, жақсы көрем. Залда жарық сөнді. Бір сәуле Асыл отырған қатарға түсті. Бәрі оған қарады. Ол орнынан баяу тұрды. Көзінде жас, бірақ жүзінде сағыныштың емі табылғандай бір бақыт бар. Аян сахнадан түсіп келді. Олар бір-біріне қарай жүгірді. Қолдары түйісті. Сол сәтте еш сөздің керегі жоқ еді. Музыка өз миссиясын орындады. Ол екеуін қайта табыстырды. Аян мен Асыл енді екі бөлек жүрек емес еді. Екеуі бір шығарманың қос бөлігіне айналды. Сахна мен кенеп, музыка мен бояу, бәрі бір әлемге айналды. Концерттен кейін Аян ұзақ сапарлардан бас тартты. Енді ол шетелден келіп кететін қонақ емес, Асылдың жанындағы тұрақты серігі болды. Олар Алматының шет жағындағы тау бөктерінен шағын үй жалдап алды. Бір жағында рояль, бір жағында мольберт. Бұл олардың шынайы шеберханасы мен үйі еді. Асыл жаңа сериядағы суреттерін сала бастады. Ол әр туындысын Аянның әуендеріне арнады. Ал Аян әр композициясын Асылдың бейнелерімен толықтырды. Олар бірге Сезімдер симфониясы атты көркем және музыкалық жоба дайындады. Бұл жоба Қазақстаннан басталып, кейін шетел көрмелеріне де жол тартты. Адамдар тек сурет көріп, музыка тыңдап қана қоймай, екеуінің арасындағы махаббатты сезінді. Сенің көзіңнен шабыт аламын дейтін Аян. Ал мен сенің әуендеріңнен жарық көремін деп жауап беретін Асыл. Күндердің бірінде кешкі жауын жауып жатқанда Аян Асылға кішкентай қорап ұсынды. Ашқанда ішінде кішкентай күміс сақинамен жазу бар еді. Махаббат әуен сияқты, шынайысы ешқашан таусылмайды. Асыл ештеңе айтқан жоқ, тек жымиып басын изеді. Жылдар өтті, бірақ бір нәрсе өзгермеді. Аянның қолы пианино пернелерінде, Асылдың қылғаламы кенеп үстінде. Ал олардың жүректері бір әуенде соғып тұрды. Бір өмірде, бір махаббатта.